Біз достарымызбен ылғи сайлаудың қала сыртындағы жер үйіне барып демалатынбыз. Үйдің есік алдына дастархан жайып, от жағып, кәуап пісіреміз. Солай керемет демалып қайтамыз. Бірақ мені сайлаудың үйін қоршап тұрған биік қоршау мен екі овчарка иттері таңғалдырды. Олар босқа үріп бізге тиіспесе де, сонда да өзіңді біртүрлі жайсыз сезінеді екенсің. Сайлау ешқандай мафия әлемімен байланысып, қылмыс жасамаса да жақсы ақша тапты. Менің досым аузын ашса жүрегі көрінетін керемет жан, мейірімді адам. Әйелі де өзі сияқты. Біздерді күліп құшақ жая қарсы алып, шығарып салатын. Бір қабақ шытқанын көрмедік. Сондықтан мен олардың осындай қоршау салуға не итермелегенін түсіне алмадым. Содан соң досымнан неге сонша биік қоршау жасағанын тікелей өзінен сұрадым. Содан сайлау өзінің әңгімесін бастады. Тайыр, біздің жас кезіміз есіңде ме? Мен сол кезде әрқашан қаладағы шудан алыс, бірақ барлық жағдайы жасалған табиғат аясында өмір сүруді армандайтынмын. Иә, қала маған жұмыс, ақша берді. Бірақ күнделікті қарбаластан да шаршайды екенсің. Күнделікті бір тірлік, жұмыс пен үйдің арасында өтеді де кетеді. Мен өзім үшін өмір сүре алмадым. Қалада жексенбі күні демалудың тек екі түрі ғана бар. Достарыңмен кездесу, немесе күні бойы теледидар қарап, диванда жату. Иә, ақшаң болса демалыста шетелге шығып, демалып келуге болады. Бірақ алыс жолдан келген соң шаршап қаласың. Тағы да демалыс керек болады. Бірақ қашықтықтан жұмыс жасау деген маған бұл шеңберден шығуға көмектесті. Райымбек ұлым ер жетті, университетте 3 жыл оқыды, үйленді. Білесің ғой, мен ұлымды қалай жақсы көретінімді. Жақсы қыз кездесіп жолы болды. Келінімнің мінезі жақсы, бізбен де жақсы араласады. Бірақ олар өз беттерінше өмір сүргілері келетіндерін айтып, жалдамалы пәтерге көшкенде мен тек қуанышты болдым. Меруерт екеуміз қазір өзімізбен өзіміз бір-бірімізге қарап өмір сүріп жатырмыз. Соншалықты бізге біреу қарайтындай қартайып қалған жоқпыз ғой. Бір жағынан ұлым есейіп, бізге алақан жаймай, өз отбасының жауапкершілігін өз қолына алып, өз күндерін өздері көріп жүргеніне қуанамын. Бізге олар әр демалыс сайын келіп тұрады, немесе біз оларға барамыз. Кейін ұлдары дүниеге келген соң, біз қазір немеремізді көруге жиі барамыз. Балалар отбасылық қарым-қатынастарына үлкен жауапкершілікпен қарайды. Олар барлық мәселелерін өздері шешеді. Ұлдарына да жақсы тәрбие беріп жатыр. Бізден тек аса қатты қажеттілік болған жағдайда ғана көмек сұрайды. Үлкендердің ақылы керек болса, бізбен келіп ақылдасып, сосын өзара келісіп барып бәрін шешеді. Енді оларға қатты алаңдамайтын болдым. Содан соң мен ауылдық жерден үй алуды шештім. Мен бұл шешімді сабырлы түрде қабылдадым. Ал Меруерт басында бұған қарсы болды. Аздап ренжіді. Бірақ кейін келісті. Солай біз ауылдық жерден үй алып көшетін болдық. Мен біраздан бері қашықтықтан жұмыс істеуге көшкен едім. Кеңсеге тек аптасына бір рет қана барып келемін. Меруерт өзінің мамандығы бойынша жұмыс істеп жүрген еді. Бірақ жалпы айтқанда, ол да күнделікті кеңседегі қанша көп жұмыс істесе де, сол бір азғантай ғана жалақы алатын жұмысынан қатты шаршады. Жүйкесі тозды. Күнделікті кештердің бірінде әйелім екеуміз ас үйде отырып, бұл мәселені жан-жақты талқыладық. Қалаға жақын ауылдық жерлердегі жылжымайтын мүліктің бағасын алдын ала қарап алдық. Егер барлық жинаған ақшамыз бен көліктеріміздің бірін сатып, жер үй алып, жөндеу жұмыстарына шағын несие алсақ, мен армандаған жылжымайтын мүлікке қол жеткіземіз деп ойладық. Солай барлық жағдайы жасалған үй салып алып, сонда көшетін болдық. Ал қаладағы пәтерімізде ұлымыз өз отбасымен тұрады. Солай бәрін талқылап алдық. Айтылды, солай жасалды. Солай досым, саған бұл үйді аларда қалай алданып қалғанымыздың егжей-тегжейін айтып шаршатып жібермейін.
бірақ не де болса соңында біз бұл үйді сатып алдық әйтеуір. Құрметті тыңдарман, менің видеоларымды 74% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтінемін, еңбегімді бағалаңыз. Каналға тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Қазақша каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосыңыз. Бұл үйді алғаш көруге келгенде бізге қатты ұнады. Аз қаражатқа жақсы жөндеу жұмыстарын жүргізсең болғаны. Қабырғалары берік салынған, ауласы кең болды. Бірақ үй иесінің түрі жағымсыз болды. Ішінде жасырған бір қулығы бардай көрінді. Бізге көз жасын төгіп, егер отбасылық қиындықтары болмаса, бұл үйді ешқашан сатпайтынын айтты. Оның айтуынша, ұлы отбасымен Германияға көшіп кеткен, ал оны қызы қалаға өзінің жанында тұруға шақырып жатыр екен. Ал үйді сатқандағы ақшасын 2 баласына теңдей бөліп бермекші. Меруерт бұл әже бір нәрсені былықтырады деп қорықты. Сондықтан тыныш ұйықтаулары үшін таныс заңгерлеріне бәрін дұрыстап қадағалап, келісім шарттың дұрыс жасалуын бақылауын сұрады. Ол әжей барлық қажетті қағаздарға қолын қойды. Келісілген үйінің ақшасын алып алды. Осылайша бәрі жақсы болып тарқасты. Бірақ олар бір маңызды нәрсеге мән бермепті. Олар үйді қазан айында сатып алды. Бірақ көктем кезінде күн жылыған соң көшіп келуге шешім қабылдады. Оған дейін жөндеу жұмыстарына ақша жинады. Олар аулаға мал кіріп кетпейтіндей қылып, барлық ашық тұрған тесіктерді бітеп кетті. Үйдің есігінің құлыптарын жаңасына ауыстырды, ал сыртындағы қақпаны сол қалпы қалдырып, бұрынғы құлпымен құлыптап қалаға кетті. 3 күннен кейін үйді сатқан әже қоңырау шалып, құлыптарды ауыстырып жібердіңдер ме деп сұрады. Мен қалай бар бәрін солай ашық айттым. Үйдің құлпын ауыстырдық, ал сыртқы қақпаныкін ауыстырмағанымызды, сонымен сыртынан жауып кеткенімізді айттым. Ал ескі құлып бізге қажет емес. Біз қақпаны жаңартқан соң басқасын салатынымызды айттым. Онда мен барып бақшадағы алмаларды жинап алайын. Босқа рәсуа болмасын. Бәрібір сіздерге керек емес қой. Мен бұл алма ағаштарын өзім отырғыздым. Оларға өзім күтім жасадым деді. Содан соң мен, иә, бізге алмалар керек емес. Жинап ала беріңіз, дедім де ол туралы мүлдем ұмытып кеттім. Жұмыс уақыты, тапсырыстар көп, келіссөздер жүргізіп жатырмын. Сондықтан ойымнан шығып кетті. Содан 1-7-ден кейін демалыс күндері Меруерт екеуміз сол ауылдағы жер үйімізге барып, бәрін қайтадан қарап шығып, не нәрсе керек екенін, қаладағы үйден қандай заттарды апаратынымызды қарап келуді шештік. Үйімізге барғанда ол кемпірдің не істегенін көріп, есімізден тана жаздадық. Үйдің қақпасы 2 жаққа айқара ашық тұр. Барлық бау-бақшаның быт-шыты шыққан. Барлық жерді қопарып таптап кеткен. Көшеттері жұлынған. Үйдің бір жағындағы қоршау құлап қалған. Сарайдағы отындар, құрал-саймандардың дымы да қалмаған. Алатын не нәрсе болса бәрін алып кеткен. Сол кезде менің қатты ашуым келді. Ол әжейдің тек қана алмаларды жинап аламын дегені қайда? Әрине, ең бірінші рұқсат берген өзіме ашуым келді. Өзі жоқтың көзі жоқ деп білгендерін жасаған ғой. Мен бірден жергілікті учаскелік полиция қызметкерінің номерін тердім. Олар маған айтқандай, барлық мәселелерді тек солар арқылы шешу керек екен. Бастапқыда ол көмектесуге онша ынта танытпады. Заңды жақсы білетін, білімді азаматпен сөйлесіп тұрғанын түсінген шығар. Содан соң әңгіме барысында мен бірнеше ықпалды таныстарымның есімдерін де айттым. Содан кейін ғана ол бұл істі байыпты орындау керек екенін түсінді. Алайда мен жергілікті ауыл тұрғындарын жете бағаламадым. Тергеу барысында белгілі болғандай, бұрынғы үй иесі қақпадағы құлыпты өзінде қалған кілтпен ашып, аулаға кіріп, барлық алма ағаштарындағы алмаларды жинап алып, қайта сыртқы қақпаның есігінің құлпын жаппай, мүмкін бір кәдеге жарап қалар деп өзімен бірге құлыпты алып кетіпті.
Өйткені мен бізге қажет емес, жаңасын саламыз деп айтқан едім. Көшіп кеткен көршісінің қайта келіп, бақшада жүргенін көрген көршісінің «Бұл жерде не болып жатыр?» деген сұрағына кемпір «Қалада тұратындарға ештеңе қажет емес екен. Олар алмаларды да, құлыпты да алып кете бер» деп айтты. Бір өкініштісі, сарайдағы отын босқа құритын болды. Қалада тұратындарға отынның не қажеті бар депті. Көрші әйелдің сөзін олар өздерінше түсініп, бірден арбаларын әкеліп, өздеріне керек заттардың бәрін алып кетіпті. Оның алып жатқанын көрген басқа тұрғындар келіп ала бастапты. Содан аулада басқа алатын ештеңе қалмаған соң, сарайдың есігін бұзып, кірпіш, кептіріп қойған отын, құрал-саймандар, темір-терсек бәрін талап әкетіпті. Тек әйтеуір әзірге үйдің есігін бұзуға жасқаныпты. Енді тағы 1-2 күн өткенде кезек үйге де келетін еді. Қайта олардың көктемді күтпей келгендері жақсы болыпты. Көктемде келгенде мүлдем дым жоқ болатын еді. Барлығының айтқан сылтаулары бір. Бізге әжей үйді қалалықтар сатып алды. Оларға ештеңе керек емес екен. Үйді бұзып қайта салғалы жатыр деп айтты, деді. Сондықтан біз бұл жерді тазартып қояйық деп шештік. Егер оларға керек болмаса, босқа ысырап болғанын қаламай, өзімізге алуды шештік деп айтты. Ақыр соңында барлық тараптардың сөздерін тыңдап, екі жақты келісімге келтіріп, істі жылы жауып қоя салды. Бұл жағдайда өзімнен де кінә бар екенін түсіндім. Көршілер қорланған кейіп жасады. Учаскелік полиция қызметкері барлық тараптарды татуластыруға ақырын итермеледі. Нәтижесінде мен бәріне қолымды бір сілтедім. Әйтеуір үйге ештеңе болмағанына шүкіршілік еттім. Учаскелік полиция қызметкері халық арасында тәрбиелік жұмыстарын жүргізді. Ал мен бұл жағдайдан үлкен сабақ алдым. Мен ол жақта ешкімді танымаймын. Көршілермен де таныс емеспін. Кетер кезде көршілермен танысып, үйге қарай салуын өтінсем де болар еді. Мен оларға мүлдем бейтаныс адаммын. Ауылдық жерге сіңісіп кетуде оңай емес. Ал бұл жағдайдан кейін мүлдем қиын болды. Олар содан кейін бізді жақтыра қоймады. Жалпы басында мен де еуропалықтар сияқты биіктігі тек 0,5 метр ғана болатын шарбақ жасап, есік алдының бәрін көгалдандырып, немереме 6 бақан жасап, мангал әкеліп, 7 сайын кәуап пісіріп демалғым келген. Бірақ бұл арманымнан бас тарттым. Үлкен қоршау салдым. Үйді бөтен адамдардан күзетсін деп 2 ит асырайтын болдым. Көршілер тағы да дұрыс түсінбей, өз үйлерінде жүргендей тайраңдап кетер. Не болмаса, біз есік алдында демалғанда басқалардың бізге қарап, бізді өсек қылғанын қаламадым. Қазір қайта жақсы болды. Рұқсатсыз ешкім біздің аулаға кіріп, бұрынғыдай қалаған заттарына иелік етпейді. Тып-тыныш, сырт көзден таса, өзің қалағандай аулаңда демалсаң болады. Көп ұзамай кәуап та пісіп, барлығы үстел басына жайғасты. Жақсы көңіл көтеріп, ортақ әңгімелерін айтып отырды. Бір кезде сайлаудың телефоны шырылдады. Ол үстел басынан тұрып кетті. Мен қазір тез келемін, Сабыр көмек сұрап жатыр, деп ол кетіп қалды. Тайыр, ал сен бұл Сабырдың кім екенін білесің бе? Деп сұрады Меруерт күлімсіреп. Білмеймін, деп мен иығымды қиқаң еткіздім. Ол әлгі адам ғой, біздің сарайдағы бүкіл отынды өзіне тасып алған көрші. Енді ол оның жақын досы. Ал керек болса, олар қашан достасып үлгірді? Сонымен біз осы ауылға көшіп келген соң, 1 апта өткесін, түнде біз ашық тұрған терезе сыртындағы айғай-шудан оянып кеттік. Көршінің үйі өртеніп жатыр екен. Ауласында қолдарында шелектері бар адамдар жүгіріп жүр. 2-3 шелек сумен лаулаған от сөнуші ма еді. Мен терезеден қарап тұрғанда, Сайлау тез киініп далаға жүгірді. Бірнеше минут ішінде үйдегі қалың шлангты қоршау арқылы лақтырып, суды қосып сөндіре бастады. Қайта өрт сөндірушілер келгенше біразын сөндіріп үлгерген еді. Өрт қатты жайылып кетпеді. Олар қалған шоқты тез сөндіріп, үйді өрттен қорғап қалды. Әрине,
одан кейін күрделі жөндеу жұмыстары қажет болды. Бірақ ең бастысы, ешкім зардап шеккен жоқ. Үйге де өрттен қатты зарар келмеді. Сайлау көршінің үйін өрттен қорғап қана қоймай, көрші Сабырды отбасымен бірге біздің үйге алып келді. Оларға бір бөлмені босатып беріп, үйлерін жөндегенше біздің үйде тұрды. Сайлау барлық құрылыс материалдарын сатып алып, жұмысшылар бригадасын жалдап, көмектескісі келді. Бірақ көршілер бәрін өздеріміз асарлатып жасап береміз деді. Содан бері Сайлау Сабырдың досына, ал қалғандары үшін сүйікті көршіге айналды. Көрші ақысы тәңір ақысы дейді ғой. Осылайша бәріне сыйлы болды. Ол бірақ бұл туралы айтқанды ұнатпайды. Бәрі оны мақтай бастаса, Сайлау ашуланып шыға келеді. Өзің де білесің ғой, досыңның қандай адам екенін. Ол өзін жұрттың мақтағанын ұнатпайды. Енді біз бұл биік қоршауды бұзып тастау керек шығар деп ойлап отырмыз. Сайлау үстел басына қайтып келді. Орындығына отырды. Меруерт екеуміз оның түріне мұқият қарадық. «Иә, сендер бұл жерде не туралы әңгіме айтып отырсыңдар?» деп ол күдіктенген түрімен сұрады. «Ой, біз жай ғана ананы-мынаны әңгіме қылып айтып отырмыз. Өмір, жұмыс, балалар туралы», деп Сайлаудың әйелі жауап беріп, маған оған ештеңе айтпа дегендей ыммен көрсетті. Мен жымиып досыммен темір тұлпарларымыз туралы әңгіме бастадым. Сөндірілген өрт туралы, жаудан дос болған көрші туралы сөйлесудің қажеті жоқ екенін түсіндім. Болатын нәрсе болды. Енді оны қайта талқылағаннан ештеңе өзгермейді. Соңы. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Және де әңгіме тыңдағанды жақсы көретін таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мені қолдайтын әр оқырманыма мың алғыс.